Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын вафли жасайтын боламыз. 2 жұмыртқа, қант және тұзымызды араластырамыз венчикпен. Біркелкі болуы қажет. Миксердің қажеті жоқ, тек венчик жеткілікті. Ертілген сары майымызды қосамыз, жылы сүтімізді қосамыз, тағы да венчикпен әдемілеп біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді ванильный қантымызды, разрыхлительді және де ұнымызды қосып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Онды 2 этаппен қосып араластырдым. Тесто міне осындай қоюлау болады. Енді қызып тұрған вафельницамызда әр вафельницаға 1,5 ас қасық тестамызды салып, 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сырты хрустящий, іші жұмсақ вафли болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ұнайтынына сенімдімін. Міне дайын болған вафлимізді біртіндеп алып, әдемі ыдысымызға салып, мен үстін сахарный пудрамен және құлпынаймен әсемдедім. Өте дәмді, өте тәтті болып шығатын керемет рецепт. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.